Саламатсыздар ма? Математиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша видео сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Видео дәрісті жүргізуші математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, жаратылыс ғылымдарының магистрі Ақмурзина Тойдық Нығметоллақызы. Дәрістің тақырыбы математиканы оқытудың әдістері және олардың классификациясы. Бұл дәрістің мақсаты математиканы оқыту әдістерін қарастырамыз, олардың классификацияларына тоқталамыз және математиканы оқытудың ғылымилық әдістерінің түрлеріне жеке-жеке тоқталамыз. Математиканы оқыту үдерісінде оқушылардың математикалық ойлау, математикалық шығармашылық қабілеттерін дамытуда математиканы оқытудың тиімді тәсілдері мен әдістерін қолдана білу керек. Оқыту дегеніміз бұл мұғалімнің оқушыларға тек қана білім беруі ғана емес, ол оқушы мен мұғалім арасындағы тиімді қарым-қатынастың күрделі үрдісі болып табылады. Оқыту дегеніміз негізінен үйрету мен үйренуден тұрады. Жалпы оқыту бұл мұғалімнің оқушыларға білім беруі ғана емес, ол оқушы менен мұғалімнің арасындағы тиімді қарым-қатынастың күрделі үрдісі дедік. Олай болатын болса, оқыту үйрету мен үйренуден тұрады. Үйрету бұл мұғалімнің жаңа материалдарды түсіндіретін, оқушылардың оқып, зерттеп отырған құбылыстарын, бақылауларын ұйымдастыратын, олардың үйренуін, алған білімдерін қолдана білулерін басқаратын және олардың білім, білік дағдыларын тексеретін мұғалімнің іс-әрекеті болып табылады. Үйрену деп мұғалімнің басшылығы мен жаңа материалдарды қабылдау барысында мұғалімнің түсіндіргенін тыңдап, зерттеп отырған фактілерді, заттарды, құбылыстарды және олардың арасындағы байланыстарды түсініп қабылдаған фактілерді қорытып, бекітіп және мұғалімнің тапсырмаларын орындағанда білімдерін қолдана білетін оқушылардың саналы іс-әрекеті. Оқытудың дәстүрлі жүйесіне біз білеміз сөздік әдіс жатады. Бұл яғни білімді ауызекі баяндау, яғни біз тақырыпты ең алдымен өзіміз жаңағы мұғалім түсіндіріп береміз, ауызекі баяндап, формулалар болса тақтаға жазып деген сияқты. Содан кейін әңгімелесу, сосын кітаппен жұмыс істеу. Мысалға тақырыпты түсіндіріп болғаннан кейін бұрын бізде жаңағы оқулықпен жұмыс істеп тақтаға оқушыларды шығарып есептер шығарамыз. Осының барлығы сөздік әдіс. Және екінші көрнекілік әдіс. Көрнекілік әдіс бұл, яғни көрнекі құралдарды көрсету арқылы немесе суреттеп бір нәрсені көрсетулер арқылы, мысалға айттық, жаңағы көрнекіліктің демонстрациялық және үйлестірмелі түрлері болады дедік қой. Соның мысалға демонстрациялығы бұл жаңағы көрнекілікті біз көрсету арқылы түсіндіреміз. Енді суреттеме дейтін, мысалға айтатын жаңағы көрнекі құралды біз суреттеп береміз. Суреттеп. Көрнекі түрде суреттеуді атаймыз. Және практикалық, бұл жаттығулар, көрсету жұмыстары және практикалық жұмыстар, яғни жаңағы практикалық әдіске осылар жатады. Әрі қарай математиканы оқытудың ғылыми таным әдістері. Математиканы оқыту әдісі деп белгілі бір математикалық білім, білік, дағды жүйесін оқушыларға беру тәсілдерін айтамыз. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесін игеру тиімділігін арттыруда оқытудың ғылыми әдістері де ерекше орын алады. Ғылыми әдістеріне біздер мыналарды жатқызамыз, яғни бақылау, салыстыру, аналогия, анализ бен синтез,
индукция мен дедукция, жалпылау мен нақтылау, абстракциялау. Бақылау деп қоршаған ортаның табиғи жағдайда қарастырған жеке объектілер мен құбылыстардың қатынастарын және қасиеттерін өзгертпей сол қалпында зерттеу, айқындау әдістерін айтады. Бақылау ақпарат алудың ең бір маңызды әдістерінің бірі болып табылады. Бақылау жүргізе білу зерттеушінің ең бір бағалы қасиеттерінің бірі болады. Бақылауды мынадай жоспар бойынша жүргізуге болады. Бірінші, ең алдымен бақылауды не үшін жүргіземіз, яғни бақылаудың мақсатын анықтаймыз ең алдымен. Екінші, бақыланатын объектінің маңызды қасиеттері мен ерекшеліктерін ашамыз. Үшінші, бақылау кезіндегі алынатын ақпараттарды үнемі есепке алып отыру тәсілдерін анықтаймыз. Төртінші, зерттелінетін объектілердің ерекшеліктерін белгілер арасындағы өзара байланысты тағайындаймыз. Және соңғы бақылау нәтижесінде талдау жасау арқылы қорытындылап жырымдаймыз. Эксперимент әдісі танып білудің ең тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Эксперимент деп объектілер мен құбылыстардың табиғи күйі мен дамуына жасанды жағдайлар туғыза отырып, оларды жасанды түрде бөліктерге бөліп, басқа объектілермен және құбылыстармен біріктіру арқылы зерттеу әдісін түсінеміз. Нақты эксперименттің элементтері болып мыналар анықталады. Мәселені қою және болжам жасау. Объектілерді зерттеудің эксперименттік алғы шарттарын жасау. Сонымен қатар салдарды белгілеу және оның себептерін тағайындау. Және жаңа құбылыстарды және олардың ұқсастықтарын сипаттау. Енді анализ және синтез ұғымына тоқталатын болсақ, анализ деп бүтінді ойша немесе практикалық түрде бөліктерге бөліп, ол бөліктерді және олардың қасиеттері мен арақатынастарын жеке-жеке қарастыру арқылы зерттелінетін әдісті түсінеміз. Синтез дегеніміз бұл синтезді анализ арқылы бөлінген бөліктерді ойша немесе практикалық түрде біріктіру деп түсінеміз. Яғни анализ дейтін талдау болса, ал синтез дейтініміз керісінше жинақтау, біріктіру деген мағынаны білдіреді. Анализде үрдісінде күрделіден қарапайымға, бір түрліден екі немесе көп түрліліге, нақтыдан абстрактіліге, белгісізден белгіліге, салдардан салдар туғызған себепке қарай қозғалады. Ол синтезде керісінше жүреді. Элементар анализ және синтезге тоқталатын болсақ, математикада элементар анализ бүтінді құрамды бөліктерге ажырату, ал элементар синтез сол құрамды бөліктерді қайтадан бүтінге жинақтау ретінде қолданылады. Мысалға, қолдану мысалдарына келетін болсақ, элементар синтез ұғымның жаңағы ерекше бір қасиеттерін біріктіреді. Екінші, ұғымдарды жіктеуде, классификациялауда қолданылады. Көптеген математикалық сөйлемдерді дәлелдеу барысында оларды бөліктерге ажырату керек болады, яғни элементар талдау қолданылады. Мектеп геометрия курсында кез келген аксиома элементар синтездің мысалы болады. Мысалға, бір жиынды екінші жиынға изоморфты бейнелеуде синтез жүзеге асырылады. Яғни екі жиынды біріктіру жүзеге асырылады екен. Индукция мен дедукция әдісіне тоқталатын болсақ, индукция және дедукция өзара байланысты таным әдістері болып табылады. Индукция латын тілінен аударғанымызда бағыттау деген мағынаны білдіреді, ал дедукция деген бұл қорытындылау деген мағынаны білдіреді. Бұл терминдердің негізінен үш мән мағынасы бар. Бірінші, ой қорытындысы, екінші, зерттеу әдістері, үшінші, материалды баяндау формалары. Индукция деп жалпы объектілер класының
бөліктері туралы бөлімдер негізінде ол класс туралы қорытынды жасау, яғни жекеден жалпыға өтудегі ой қорыту болып түсініледі. Индукцияның екі түрі бар: толымсыз индукция және толық индукция дейтін. Жалпы толымсыз индукция бұл жай санап шығу арқылы немесе әйгілі бір индукция ретінде қарастырылады. Екінші, деректерді таңдап алу арқылы индукция. Үшінші, ғылыми индукция. Яғни ғылыми индукцияда объектілердің қажетті белгілерін немесе себептік байланысын білу негізінде ой қорыту жасауды айтады. Дедукция бұл жалпыдан жалқыға, бүтіннен бөлшекке көшетін пайымдау жолы болып табылады. Дедукция бұл да ғылыми зерттеу әдісінің бір түрі. Дедукция кейбір берілген тұжырымдарға сүйеніп, тікелей логикалық тұрғыда қорытынды жасалатын ойлау формасы болып есептелінеді. Дедуктивтік ой қорытудың мынадай түрлері бар. Бірінші, неғұрлым жалпыдан, жалпы қағидадан жеке қағидаға қарай апаратын ой қорытындылары. Екінші, жалпыдан, жалпы қағидадан жалпы қағидаға апаратын ой қорытындысы. Үшінші, жеке қағидадан дербес қағидаға апаратын ой қорытындылары болып табылады. Рахмет.